ADS менеджер жарнама жасайтын және оны басқаратын Facebook'тың арнайы инструменті. Басқаша оны жарнамалық кабинет десек те болады. ADS менеджер арқылы сіз реклама аккаунттарды басқара аласыз. Яғни таргеттік жарнаманы жібересіз, қажет болса оған өзгерістер енгізесіз және жарнамаңыздың нәтижесін бақылайсыз. Яғни аналитика жасайсыз. Ендеше ADS менеджермен асықпай танысайық. Сіздерге ADS менеджер не екенін түсіндірдім. Дәл қазір таргет жіберместен бұрын ADS менеджердің толық баптауларын жасап алуымыз керек. Сол себепті біз қазір осыны жасайтын боламыз. Сіздерге ADS менеджердің настройкасын жасауды көрсетемін. Ең алдымен бізге ADS менеджерге өту керек. Ол үшін Facebook'қа кіреміз және де мына жақта басты бетке өтеміз. Басты бетке өтеміз және де ADS менеджер сол жақ бұрышында ADS менеджер деп шығып тұру керек. Значок мынандай график түрінде. Егер де сізде мына жақтан бірден шықпаса, онда еще деп басасыз. Басқаннан кейін төмен түсіп, осының ішінен тауып аласыз. Сізде ADS менеджер емес, орысша реклама деп те жазылып тұруы мүмкін. Яғни осыған өтіп, ары қарай ADS менеджердің өзіне өтіп, нені настройкасын жасаймыз. Енді келесі, егер де мына жақта сол жағында болмаса, онда оң жақ бұрышында, жоғары жағында плюс деген батырма болады. Осыны басамыз, создать деген батырма, и осы жерден реклама дегенге өтеміз. Реклама дегенге өткен кезде мына жақтан бізде астында ищите больше инструментов, перейти в ADS менеджер деп жазу шығып тұрады. Соның үстіне баса қоясыз. Басқан кезде сіз ADS менеджерге өтіп кетесіз. Осы екі жолдың екеуі де бізге осы ADS менеджер бетіне алып келеді. Екі жолдың екеуі де көмектеспеген болса, осы видеоның астында сілтеме бар, сол сілтемеге өтіп, бірден ADS менеджерге түсесіз. Енді қараңыздар, мына бетте бүкіл таргеттің процесі осы жерде жүреді. Таргетті жібересіз, ретаргет жібереміз, пиксельді аламыз, одан кейін жаңағыдай бүкіл аналитикасын қараймыз. Осының барлығы осы ADS менеджерде өтеді. Енді келесі біз ADS менеджерге, яғни осы рекламный аккаунтқа картаны тіркеуіміз керек болады. Ол үшін мына жерде 3 сызық тұр, инструмент, все инструменты, осыған басасыз. Сізде 3 сызық емес, 9 точка болуы мүмкін. Осыған басамыз және де настройки реклама аккаунтқа өтеміз. Ол да бірден шығып тұрмауы мүмкін, сіз аласыз төмен жақтан, осы жақтан тауып аласыз. Міне, настройки реклама аккаунт. Осының үстіне басамыз. Басқан кезде осындай бет шығады, біздер келесі открыть настройки платежей дегенге бірден өтіп кетеміз. Өткен кезде мына жақта бізде сумма к оплате, лимит, затрат деген секілді способ оплаты, информация осының барлығы тұрады. Алдымен бізге информацияны не істеп алу керек болады, толтырып алу керек. Өзіміздің компаниямыз туралы информацияны толтырамыз. Ол үшін мына жақта қаланың суреті бар, соны басасыз. Осы жерде компанияңыздың немесе өзіңіздің атыңызды жазып қойсаңыз болады. Осы жерде компанияңыздың немесе өзіңіздің атыңызды жаздыңыз. Енді келесі компанияның адресін жазамыз. Егер ИП немесе ТО болатын болса, онда сол ИП тіркелген, ТО тіркелген адресті жазасыздар. Немесе егер де ондай нәрсе болмайтын болса, онда өзіміздің тұрып жатқан жеріміздің адресін қоямыз. Бірден осылай көшіріп жазамыз. Одан кейін келесі город Алматы. Өзіңіздің қалаңызды жазасыз және де штат, провинция, область деген кезде, мысалға сіздерде Орал қаласы болатын болса, онда бұл жерде Батыс Қазақстан облысы деп жазасыз. Мысалы, орысша ЗКО деген секілді. Мен бұл жерде Алматы деп қоя саламын. Келесі өзіңіздің қалаңыздың индексін жазасыз. Ауыл болса, сол ауылға жақын жердегі қаланың индексін жазсаңыздар жеткілікті. Индекс жаздық, енді келесі сохранить деген батырманы басамыз. Міне, бізде компанияның информациясы толтырылды. Енді келесі картамызды тіркейміз. Картаны тіркеу үшін способ оплаты деген жерде добавить способ оплаты деген батырма тұрады. Осы батырманы басамыз. Басқан кезде міне бізде таңдау шығады. Дебетовый, PayPal, купон деген секілді бізге дебетовый или кредитная карта керек болады. Ары қарай далені басамыз. Және де осы жерде бізге картаның ақпараттары керек болады. Ең біріншіден бұл картада жазылып тұрған өзіңіздің аты жөніңіз. Одан кейін келесі сол картаның бетіндегі 16 цифр. Және де сіздің картаңыздың жарамдылық мерзімі, ай мен жылын жазылу керек. Яғни мысалы 11-24 деген секілді.
Одан кейін келесі CVV код, бұл картаның артқы жағындағы 3 цифр, 3 сан, соны осы жерге енгізуіміз керек. Енді қараңыздар, біздер картаның даныйын енгіздік, және де қазір сохранить деп басқан кезде біздің картамыздан Facebook $1 алады, және де сол $1 қайтадан салып қояды. Бұл процесс не үшін жасалады? Facebook сіздің төлемге қабілетті адам екеніңізді тексереді. Сол себепті картада кемінде бір $2-3 ішінде тұрғаны дұрыс. Енді қараңыздар, картаны тіркеу үшін бізде оплата в интернете ашық болу керек. Яғни өзіңіздің банк менеджеріне хабарласасыз, одан кейін айтасыз, оплата в интернете маған ашып беріңіздер дейсіз де, сол кезде сіздерге бір 15 немесе 30 күнге жаңағыдай нақты бір суммамен ашып береді. Енді келесі, егер де Каспи болатын болса, Каспи приложенің ішінде оплата в интернете бар, соған өтіп, өзіңіздің лимитіңізді 25 000 теңгеге қойып, жаңағыдай оплата в интернетін ашып қою керек. Келесі, сохранить батырмасын басамыз. Қазір біздің картамыздан $1 алады. Одан кейін сол $1 қайтадан салып қояды. Ешқандай проблема жаңағыдай болмау керек. Ешқандай проблема болмаған кезде бізден осылай данные карты сохранены деп бірден шығады. Одан кейін готовыны басамыз. Міне, біз картаны тіркедік, компанияның атын жаздық. Енді қараңыздар, біздер картаны тіркедік, компанияның ақпаратын енгіздік. Енді келесі, уже біздің рекламный аккаунтымыз таргет жасауға дайын. Келесі сабақтарда қалай таргет жасау керектігін көрсететін боламын.